Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйіретін асқабақтан жасалатын тамақ жасайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыз болады. Бізге қажетті өнімдер пияз, картоп, асқабақ болады. Және де дәміне қарай тұзын, дәмдеуіштерін түр-түрін қоссаңыз болады. Ең алдымен пиязымызды жұқалап туралап алатын боламыз. Және де картопымызды кубиктап турап алатын боламыз. Асқабағымызды ұзынша етіп кесіп, оны да кубиктап алатын боламыз. Ендеше қазанымызды отқа қойып, қыздырып алатын боламыз. Майын құйып, пиязымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Және де мен томат салып қуырдым. Сонан соң картопымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Келесі кезекте асқабағымызды салып, оны да жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Дәмдеуіштерін түр-түрін қалауыңызша қоссаңыз болады. Және де мен қайнап тұрған суды сәл ғана қостым. 30-35 минутта асымыз дайын болады. Ас болсын. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.